Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Кешкі тамаққа, яғни ауыз ашарға не дайындаймын деп ойланып жүрсеңіздер, менің арнам сізге біраз қандай көмегін тигізуі мүмкін. Сондықтан менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Мен бүгін ауыз ашарға лаваштан әдемі бір ыссы тамақ дайындайын деп жатырмын. Ол үшін мен 2-3 картошка алып, оны кубиктеп турап жатырмын. Әрине бұл тағамға өте көп нәрсенің қажеті жоқ. Өте қолжетімді, оңай жасау, әрі пайдалы. Сондықтан да сіздерге ұнайтынына сенімім мол. Енді бір үлкен пиязды да кубиктеп турап аламыз. Құрметті менің оқырмандарым, егер менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қоса кетсеңіз деген өтінішім бар. Менің арнамда сізге қажетті деп табылатын рецепттерді таба аласыз. Сондай-ақ бір сәбіз алып, оны да кубиктеп турап тастап жатырмын. Және біраз қандай фарш қажет болады, және дәмдеуіштер өздеріңізде қандай бар. Оны қатып қалған заңдылығы жоқ, мынандай дәмдеуіш салам деп. Сол өзіміздің баяғы бұрышымыз, тұзымыз, паприкамыз, қызыл бұрышымыз сияқты өзіміздің қарапайым дәмдеуіштеріміз болса жарайды. 1-2-3 сарымсақ алып, оны да турап жіберіп жатырмын. Енді осының бәрін майға қуырып аламыз, өсімдік майына. Пиязымызды кішкене қуырыңқырап алғаннан кейін, жаңағы турап алған сәбізімізді тастап кішкене қуырыңқырап аламыз. Егер болгар бұрышы болатын болса, ондайды да қосып жіберуіңізге болады. Помидор қосып жіберуге болады. Жазда енді бәрін қосып жасай беруге болады. Қыста енді кішкене қолжетімділігі шамалы. Помидордан, қиярында 1000-2000 теңгеден шығады. Сосын енді тек қана салатқа болмаса, бұндай тағамдарға оларды қосып жіберу әрине кішкене қиындау. Егер қысқа сақталған болса, әрине қосуға болады. Міне мен өзімді, қызыл бұрышымды, біраз қандай қасықтың ұшымен паприкамды алып, осындай дәмдеуіштерімнің бәрін жасап қуырып алып, кішкене қуырып алғаннан кейін фаршымды салатын болам. Құрметті менің оқырмандарым, менің арнамда ыссы тағамдардың, ұлттық тағамдардың, тәтті тоқаштардың, заманауи небір әдемі дастарханымыздың жауын алатындай әдемі салаттардың бар екенін естеріңізге сала кеткім келеді. Менің жасайтын салаттарым да, қайсы бір тағамдарым да өте қолжетімді, оңай жолмен дайындалатын, әрі өте әдемі, тәбетті болып көрінетін тағамдар. Сіздерге ұнайтынына әрине сенімім мол. Сондықтан да менің арнама жазылмасаңыз, жазып тіркеліп алыңыз. Мен өзімнің өмір бойғы жинаған тәжірибемді күнбе-күн осы YouTube арнасына салып отырам. Бұл менің өзіме хобби болып есептеледі. Енді менде осы лаваш бар еді. Бұл лавашты мен алып қойғаныма көп болды. Сондықтан да егер бұндай тамақ жасайтын болсаңыз, лавашты жаңағы свежий күйінде алғандарыңыз дұрыс болады. Мен енді бір жұмыртқа алып жатырмын. Бұл жұмыртқа дүкеннен өзі жарылып келген жұмыртқа болатын, жеті жарылып келген екен. Сондықтан да мен кішкене қолымның көмегіне жүгініп жатырмын. Сарысы менен ағын бөліп алдым. Ағын осы лавашымызға жағып тастаймыз да, сарысын қазір бетіне жағуға қажет болады. Енді суретте көріп тұрсаңыздар, менің лавашым кішкене сынып, жаңағы кішкене өзінің формасын бұзып жатыр. Сондықтан да егер бұндай тағам алсаңыз, міндетті түрде свежий күйінде алыңыз. Мен бұны алып қойғаннан кейін қонақтыққа кетіп қалдық. Тағы да басқа бір шаруалар шығып,
маған жасауға мүмкіндік тумай қалды. Сондықтан мен бүгін осы лавашымды пайдаға асырып тастайын деп, бүлініп қалмасын деп, осындай тағам жасап жатырмын. Енді жаңа қуырып алған салмамызды бәрін ішіне жақсылап жайып аламыз. Және оларды рулет қылып ораймыз. Осындай жыртылған жерін кішкене басып жіберуге болады, көрсетпей айналдырып. Мен барлық лаваштарымды осындай формада жасап алатын болам, және духовканың табасына орналастырам. Бұл әрине балаларға өте жақсы кетеді. Балалар өйткені лаваштан жасалған тағамдарды өте жақсы көреді. Сондықтан да қолдан да жасауға болады. Бір лаваштың ешқандай қиындығы жоқ. Дүкеннен де сатып алуға болады. Бір қаттаманың ішінде үшеуі бар екен, мен сол үшеуін жасап алдым. Енді жаңағы жұмыртқамызды саламыз. Оның бетінен сары уызымызды жағамыз жақсылап тұрып. Содан кейін духовкада бір 10-15 минут қызарғанша енді қарап тұрып пісіріп аласыздар. Өйткені градус анандай-мынандай деп айтуға әркімнің пеші әрқалай. Мен салып қойдым да, бір 5-10 минутқа жетпесе қарадым. Өйткені біздің ол ішіндегі жаңағы салмамыздың бәрі пісіп тұр. Онша көп ұстауға қажет емес. Енді жаңағы сырты деген күтірлеп қатты болып тұрады. Оған сармайдан осылай жақсаңыз, лезде жұмсақ болып шыға келеді. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасаңыздар. Ешқандай да өкінбейсіздер. Менің балаларым сразу жеп қойды да, тағы бар ма деп сұрап жатыр. Айтам, өзі бір ораманың ішінде үшеу екен. Сол үшеуіне ғана жасадым деп айтып жатырмын. Тағы да басқа уақытта жасап берерім, жарайды, осыған риза болыңдар деп балаларыма айтып жатырмын. Өте керемет болды, өте дәмді шықты. Міне, құрметті мен оқырмандарым, осы мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Егер ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне мен осылай қылып тәрелкелерге кесіп салып бердім. Өте әдемі көрінеді. Және мен осы жанталасып жүріп цезар салатында жасап тастадым шайға. Бұл салаттың жасалу жолы кешегі менің арнамда бар. Бұл кішкене бөлек нұсқасы. Алдағы уақытта тағы цезар салаттың жасалу жолдарын салатын боламын.